Құрметті жастар, арнайы сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге екі тақырыпты қозғайтын боламын. Бұл қарым-қатынастағы мәселелер және жан тыныштығына қалай жетеміз. Осы екеуі қалай бір-біріне әсер ететінін бүгінгі сабақта білетін боласыздар. Және бұл мәселені қалай 100% шешу керектігін де білетін боласыздар. Алдымен қарым-қатынас дегеніміз не? Бұл яғни отбасылық қарым-қатынас дегеніміз бұл екі адамның екі түрлі, екі энергиясы бөлек, жаратылысы бөлек адамның бір мақсатта қосылуы. Біз оны отбасы деп айтамыз, отбасы мақсатында. Бұл жерде біз четко түсінуіміз керек, не нәрсе? Бұл жерде екі адам екі түрлі роль болады. Еркектің ролі болады, және әйелдің ролі болады. Бұл рольдар мүлдем бөлек, бір-біріне ұқсамайды, және табиғаты да бөлек жаратылыстар. Еркек әйел сияқты емес, әйел еркек сияқты емес. Еркектің ойлау қабілеті мүлдем басқаша. Еркек сияқты қарайды әлемге, еркек сияқты отбасыға қарайды. Әйел адамның ойлау қабілеті, эмоционалды күйі мүлдем өзгеше. Еркек сияқты қарамайды, тек қана әйел сияқты қарайды отбасыға, әйел сияқты ойланады. Сол себепті оның отбасыға деген, әлемге деген көзқарасы мүлдем бөлек болып келеді. Енді екі физиологиялық жаратылыс бойынша да бөлек болады. Әйел еркектің энергиясы бұл мықтылықта, күштілікте, ал әйелдің энергиясы бұл сұлулықта, нәзіктікте болады. Енді қараңыздар, отбасыдағы мәселе, ең басты мақсат қандай? Бұл отбасыдағы ең басты мақсат бұл бір-бірімізге көмектесу. Яғни біз не үшін отбасы құрамыз? Көмектесу. Қандай көмек? Еркек өзінің әйеліне әйел болуға, ана болуға көмектеседі. Әйел адам өзінің күйеуіне күйеу болуға және әке болуға көмектеседі. Және өмірінде реализация етуге. Осы өмірде отбасының басты мақсаты бірімізге көмектесу. Енді проблема қай жерден болады? Проблема еркек өзінің ролін түсінбеген кезде, мен қандай еркекпін, еркектің негізгі міндеттері қандай? Мен еркек отбасыда еркек болып даму керек. Ол әйел болып дамудың қажеті жоқ. Әйелге не істеу керек, қалай әйел болу керек, үйретудің қажеті жоқ. Неге? Өйткені еркектің міндеті бұл еркек болып даму. Әйелдің міндеті бұл әйел болып даму. Өзінің рөлін дамыту. Ол әйелге, күйеуге үйретудің қажеті жоқ. Қалай күйеу болу керектігін, қалай әйел болу керектігін үйрену керек. Неге? Өйткені ол тек қана өз рөлі үшін жауап береді. Ол күйеуіне тек қана көмекші болып келеді. Еркек әйеліне тек қана көмекші. Енді проблема қай жерде? Проблема еркек өз рөлін білмеген кезде, түсінбейді нақты не нәрсе. Немесе әйел адам өз рөлін түсінбеген кезде проблема болады. Шатас, түсініксіз, табиғи рөлдер қандай? Негізгі энергия қандай? Еркектің энергиясы қандай? Поток энергия деген болады отбасыдағы. Яғни отбасыдағы береке. Еркектің берекесі болады. Еркек сол рамкада ғана жүру керек. Әйел адамның өзінің рамкасы болады. Әйел адам сол рамкада ғана жүру керек. Ол рамкадан асатын болса, отбасы бәрі берекесіздік болады, құрметті жастар. Енді осы жерде екі адам келесі мәміле бұл қарым-қатынас. Яғни не істеу? Бір-бірімізге отношение, сөйлесу. Осы жерде проблема болса, бір-бірінде ренжіп, ашуланып, өкпелеп, ұрсатын болса, қарым-қатынас всегда нашар болады, автомат түрде бұл. Әрбір негативті, ренжу, ашулану, бір-біріне жіберген энергия, бұл екі мықты адам бұл энергияны қабылдай алады, бірақ ең әлсізі бұл бала болып келеді, бұл энергиядан сынып қалады, немесе ауырып қалады, немесе өмірге құштарлық азайып қалады, немесе сабағында үлкен сәтсіздіктерге тап болып қалуы мүмкін. Яғни екі адам қатты ұрысқан кезде баласы ауыратын болады. Енді құрметті жақсылар, бұл жерде не себептен осындай жағдай болады? Енді мен сіздерге үш пример келтіргім келіп тұр. Шынымен өмірде болған ол үш түрлі оқиға. Біріншісі бұл отбасыда әйел кісі жауапкершілік алады, жауапкершілік 100% алады, бірақ еркек жауапкершілік алмайды, жауапкершілік 0%. Яғни бәрін әйел адам көтеру жерде жұмыс жасайды, ақша табады, бала-шағаға әйел қарайды, үйді қарайды, болашақта әйел ойлайды, финансты әйел адам басқарады. Күйеуі либо жұмыс жасайды, кішкене аз ақша табады, отбасыға мән бермей жүреді, немесе вообще жұмыс жасамайды, жүреді сол отбасыда тұр. Бір баланың бір бөлшегі болып. Бұл не себептен ондай болады? Себебі психологиялық себептер бұл жерде әртүрлі болады, әр әйелдің. Соның біріншісі бұл өзінің анасының образына кіру. Бәлкім бұл кісінің көп жағдайда анасы сондай. Отбасы үшін жауапкершілік алған, бәрін өзі істеген,
немесе бұл қыз бірінші бала болып дүниеге келген, немесе бұл қызды кішкентай кезінен бастап көп жұмыс еткізген, есейген кезінде отбасыға келгенде бұл кісі өзіне еркін өмір сүруге рұқсат ете алмайды. Ол мен жұмыс жасамасам, мен бір істі атқармасам, мен пайдасызбын, қадірсізбін, құрметсізбін, керексіз болып қаламын, мен қорқыныштар болады да жұмыс жасай береді. Одан кейін сол себептен ол 100% жауапкершілік алған соң ол осындай әлсіз еркектерді өз өміріне тартады. Даже ол ажырасып кетсе де келесі кездесетін еркектері бәрі әлсіз болады, пока бұл жауапкершілікті ол өзінің әйелдік роліне қайтпағанға дейін. Пока ол осы шынайы ақиқатты, бұл заңдылықты қабылдамағанға дейін. Енді келесі проблема болады қандай? Келесі мәселе, еркек 100% жауапкершілік алады. Осындай мәселе бар қоғамда. Әйел адам өзінің рөлін реализовать етеді, бірақ еркек әйелін измена жасайды, немесе төмендетеді, вообще қадірлемейді, сыйламайды, көңіл аудармайды. Бұл жерде тоже қандай проблема әйел кісіде? Бұл жерде проблема әйел адам өзінде ішкі жан дүниесінде өте қатты төмен немесе лайықсыз сезінеді. Яғни самооценкасында проблема болады. Бұл не себептен? Бұл әртүрлі себептер болуы мүмкін. Анасы да сондай өзін төмен сезінген болуы мүмкін. Анасынан қарап үйреніп алыпты өзінде төмен бағалауға. Бірақ не дегенмен осы сенімдері оған кері әсерін беріп отбасын бұзып жатыр. Ол өзінде лайықты сезінбегенге дейін. Ал лайықты сезіну үшін не істеу керек? Арнайы практикалар жасау керек. Енді үшіншісі, бұл күйеуі измена жасайды, унижать етеді, немесе бұл әйелдің өзі өз күйеуін. Ал енді үшінші примерге келетін болсақ, бұл әйел адам өзі не істеді? Өзінің күйеуін унижать етіп жүреді, күйеуін өкпелеп, ренжіп, ашуланып, қиналып, оны жамандап сөйтіп жүреді өзі. Бірақ не үшін оны істеп жатқанын түсінбейді. Оның жан дүниесі тыныш емес, өкпелі қатты әлемге. Жан дүниесі тыныштық таппаған. Енді елестетіңіздер, сіздерде қандай жағдайда болуы мүмкін? Егер бір жағдайға шынымен де осыған ұқсайтын болсақ, бұның шешімі бар. 100% бұның шешімі бар. Бұл отбасына 100% қалай проблема болып жатыр, солай шешуге болады. Бұл жерде мен айтпаймын, еркек жаман, әйел жаман деп. Ешқайсы жаман емес, просто бұл жерде отбасылық заңдылықты түсінбеген соң, сол заңдылықты сақтамаған соң, екіншісі жан дүниесі жаман сезімдерге, ренішке, өкпеге, ашуға, қайғыруға, өкінуге, жалғыз сезінуге, өзіңді керексіз, қадірсіз, қорғансыз, құрметсіз, көңілсіз, күйеуі жауапкершілік алмайды, отбасын асырамайды, ақша бермейді, қысым жасайды, контроль жасайды, әйел адам күйеуін түсінбейді. Сондай мәселелер болған соң отбасыда үлкен проблемалар болып жатыр. Енді бұның шешімі қандай? Әрине бұның шешімі адам өзінің жан дүниесін өзгерту керек. Енді сіздер елестетіп көріңіздер, просто елестетіп көріңіздер. Сіз күйеуіңізбен бірге өмір сүріп жатсыз, бірақ сізде оған деген реніштер болмаса. Просто елестетіп көріңіз. Сізде реніш жоқ жан дүниеңізде, қорқыныш жоқ жан дүниеңізде, өзіңізді төмен сезіну деген нәрсе жоқ болса, қалай сезінер едіңіз? Қалай бақытты болатын едіңіз күйеуіңізбен? Мен ойлаймын 100%. Егер өзіңізді жақсы сезінетін болсаңыз, ол сізге жаман қарым-қатынас құрса да, өзіңізді күшті, керемет энергия беретін едіңіз күйеуіңізге. Немесе сіздің еркек өзінде де жақсы сенімді сезінетін болса, әйел адам қанша негатив шығарса да еркек өзін жақсы сезінетін еді. Демек, негізгі состояние, ол әйелдің состояниесі, ол өзіндікі, бөлек состояние, еркектікі, өзіндікі. Енді осы жерде мына адам әйел адам өзін. Енді еркек әйелдің состояниесі бөлек, егер күйеуі жаман негативті әрекеттер жасаса да, жан дүниесі тыныш болса, бұл әйелде реніш, ашу, қиналу деген сезімдер, өкіну деген сезімдер болмаса, еркек қанша сол сөзді айтатын болса, әйел адам независимый состояние жететін болса, бұл еркек айтады, әйел реакция бермейді, нәтижесінде еркек сол қарым-қатынасын өзгерте бастайды. Бірақ қашан? Әйелдің жан тыныштығына жеткен кезде. Еркек әйел адамда егерде көп негатив болса ер адамға қатысты, еркек жаны тыныш болатын болса, өзінде сенімді сезінетін болса, қанша әйел адам негатив айтса да, бұл еркек өзінде жақсы сезінеді және өз рөлін жақсы атқара алады. Бұл кімнің состояниесі? Еркектің состояниясы. Кейін бұл состояние әйелге әсер етеді. Әйелде ол негативті айтып, оған реакция бермейтін болса, әйел адамда өзгереді. Нәтижесінде отбасыда береке келе бастайды. Ал береке кірген отбасыда не болады? Ақша келе бастайды, материалдық жағдайда жақсарады, және бала өте сапалы тәрбиелі, өте мықты балалар өсе бастайды.
Неге? Өйткені ол отбасының заңдылықтары сондай. Әйелі бақытты болса, еркек бақытты болса, бір-біріне жақсы қарым-қатынас құрған болса, жақсы сөз айтатын болса, еркек өзінің рөлін реализовать етсе, әйел өз рөлін реализовать етсе, сол кезде бұл отбасыда міндетті түрде материалдық жағдайы барлығы реттелетін болады. Енді көп жағдайда біз нені білмейміз, осы жан тыныштығына қалай жету керектігін білмейміз. Қарым-қатынасты ойлаймыз, ақша үшін болып жатыр, ақша болса ешқандай проблем болмайтын еді деп қателесеміз. Қарым-қатынас бұл екі адам бір-бірімен сөйлесуі. Бұл жерде ақшаның қатысы жоқ. Бір-бірімен сөйлесе алмаған соң адамда ақша болмай жатыр. Сол себептен біз не істедік? Арнайы сіздер үшін осы мәселені толыққанды шешу үшін жан тыныштығы деген сабақты дайындап қойдық. Бар болғанда 5-ақ сабақ, 5-ақ сабақтың ішінде жан тыныштыққа қалай жету керектігін, соның сырларын, отбасыдағы мәселені 100% қалай шешу керектігін сол сабақта айтып қойдық. Бағасы 3.000 теңге. Бұл арнайы сіздер үшін жасаған проект. 5-ақ сабақ бар. 5 сабақтың ішінде жан тыныштығына қалай жетеміз. Сол сабақты өтесіздер. Бұл жерде 5 практикалық сабақ. Негізгі жаман, жағымсыз сезімдер, реніш, өкініш, ашулану, өкпелеу, қайғыру, өзіңді төмен бағалау, өзіңді лайықсыз сезіну, төмен сезіну деген сезімдер қалай біз кетіреміз? Түбегейлі түп-тамырымен қалай кетіру керектігін біз сол сабақта айтып қойған болатынбыз. Сол сабақты қазір көре аласыз. Осы инстаграмда дайректке мен қатысамын деп жазып қойыңыз, сізге арнайы реквизит жібереміз, төлем жасайсыз да WhatsApp-қа чекті жіберіп қойыңыз, сол сразу сізге сол сабақтың доступтарын ашып қоямыз. Сабақ телеграмда тұр, телеграмда сақтаулы, кез келген уақытта, ыңғайлы уақытта көрсеңіздер болады. Өте ыңғайлы. Бастысы сол жерде 5 практиканы жасасаңыз, міндетті түрде жан тыныштығына жетесіз, міндетті түрде осы күйеуіңізге независимый боласыз. Независимый боласыз, әйеліңізге независимый состояние келесіз. Яғни өзіңізді тыныш сезінесіз, еркін сезінесіз, өз ойыңызды ашық, сенімді сезіне бастайсыз. Сол кезде сіздің бір-біріңізге негатив емес, жақсы энергия беріп, қарым-қатынастың берекесіне кіресіздер. Берекет кірді ма, күйеудің жолы жүре бастайды, әйелдің энергиясы ашыла бастайды, ол сіздердің балаларыңызға, ұрпағыңызға әсер етеді. Ұрпақтарыңызға әсер етеді. Сол үшін бұл мүмкіндікті пайдаланып, тіркеліп алыңыздар, қарап шығыңыздар. Бірақ кім 5 сабақты көре алады, тек қана сол адам қараңыздар. 5 сабақты көре алмайтын адам бұл сабаққа қатыспаған жөн болады. Осы дайректің астына қатысам деп жазып қойыңыз, мен сізге сабақтың сілтемелерін, реквизиттерді жіберіп қоямын.